Мен әкешімді неге жақсы көремін? Мен әкешімнің жақсы көретін себебі, ол маған көп тәттілер алып береді, қалағанымды алып береді, магазинге барғанда бәрін алып береді. Мен сол үшін әкемді өте қатты жақсы көремін. Енді қазір жұмыста қашан келетінін білмеймін. Бір жұма немесе екінші жұма келеді. Сол үшін мен әкешімді жақсы көремін. Ол мені бақты, өсірді. Кішкентай кезімнен бастап бәрін алып берді. Велосипедті алып берді, бәрін де алып берді. Мен не сұраймын, соның бәрін алып береді. Ақша десем ақша береді, бәрін береді. Мен сол үшін бәрін де жақсы көремін. Ал анашымды жақсы көремін. Оның себебі, ода маған көп тәттілер алып береді. Сосын ешкімге алып бермесе де мені жұрттан қалдырмайды. Қайта бір жерге жиналамыз дей ма оқушылар, класстастарымызбен. Мен мама 5.000 теңге берші барып келем деп. Енді апа айтып атады бізге. Апа айтады, апайымыз айтады күнде кетейік, сөйтіп кетейік, былай киноға барып келейік деп айтады. Сосын сыныптарымызбен. Сосын и потом мамадан 5.000 теңгесін мама береді. Сондықтан мен папа мамамды қатты жақсы көремін.